Қазақстан күннен күнге өркендеп гүлденуде. Біз осындай елде туғанымызға бақыттымыз. Бүгін ұстаздар және оқушылар республикалық бірыңғай жас қыран, жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымына қабылдау рәсіміне куә болып отырсыздар. Оқушыларды жас ұлан ұйымының қатарына қабылдау рәсіміне көше отыра, алдымен ұйымның мақсат міндет ережелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жас ұлан ұйымының мақсаты өскелең жас ұрпақтың бойында патриоттық, білім мен өзін-өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік, отан тарихына, тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі мен болашағына деген жауапкершілікті қалыптастыру. Жас ұлан ұйымының міндеттері: Қазақстан халқының тілін, мәдениетін, тарихын білу негізінде өскелең жас ұрпақтың бойында рухани адамгершілік әлеуетті қалыптастыру. Балалар мен жасөспірімдердің азаматтық белсенділігі мен саналылығын арттыру. Танымдық жұмыстарды ынталандыру. Балалар мен жасөспірімдердің зияткерлік, шығармашылық және әлеуеттік даму үшін қолайлы жағдай жасау. Жауапкершілік пен еңбек сүйгіштікті қалыптастыруға, көшбасшылық және ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға бағытталған баланың жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту. Казахстан процветает и процветает день ото дня. Мы счастливы родиться в такой стране. Учителя и ученики, сегодня вы являетесь свидетелем церемонии приема в Объединенную Республиканскую детско-юношескую организацию «Жас қыран, жас ұлан». Позвольте ученикам познакомиться с целями, задачами и правилами организации перед тем, как перейти к процессу приема в организацию «Жас қыран». Принципы деятельности «Жас ұлан». Приоритетность, общечеловеческих ценностей и национального самосознания. Личностная ориентация, учитывать индивидуальность ребенка в реализации всех видов деятельности. Добровольность членства и право участия в жизни школы в организации. Доступность членства в организации для каждого школьника. Преемственность и единство младшей и старшей структуры организации. Жас қыран, жас ұлан. Единство педагогов и воспитанников, реализация основных целей и задач организации. Инициативность, самодеятельность, самоуправление, правовая ответственность организации и ее членов. Самореализация в творческой обстановке, содружество организации школы, семьи и общественности. Патриотичность, демократия, толерантность и нравственно-духовная направленность деятельности, системность деятельности организации. Құрметті достар, жас ұландықтардың басты мақсат қажет нәрселердің бәрін үйрену, денсаулығы мықты және күшті болу, қиыншылыққа мойымауға тырысу. Сіздер жас ұлан, жас қыран ұйымының мүшелері, мектебіміздің өркендеуіне ат салысатын үлгілі жастар боласыздар деген сенімдеміз. Мы желаем юным жас ұлановцам, жас қырановцам быть гордостью нашей школы и нашей страны. Всегда и во всем быть примером для своих сверстников и подрастающему поколению. Поздравляю с вступлением в организацию «Жас қыран, жас ұлан». Құрметті оқушылар, мен мектеп президенті Ерік Алуа өзін-өзі басқару ұйымының мүшелерінің атынан сіздерді жас қыран ұйымына қабылдауларыңызбен құттықтаймын. Біз сіздерге еліміздің тұғырлы ұрпағы, тамаша кәсіби иесі және адал патриоты болады деп үміт артамыз. Сіздерді мақтан ететіндей болайық, жас достар. Егеменді еліміздің еңселі азаматтар болуларыңызға тілектеспіз. Дорогие ученики, я, Ерик Алуа, как президент школы и от имени членов Совета старшеклассников хочу поздравить вас с вступлением к организации «Жас қыран». Мы надеемся, что вы будете самым сильным поколением нашей страны и большим профессионалом, что будем гордиться вами, друзья. Желаем вам стать хорошими гражданами нашей суверенной страны. Біз жас ұлан ұйымына кіре отырып, Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған еліміз, жеріміз, отанымызды мақтаныш етуге, ата-анамызды қадірлеп, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, оқуда озат, еңбекке адал болуға, салауатты өмір салтын ұстануға, тәуелсіз еліміздің білімді, жігерлі, парасатты, отан сүйгіш азаматы болуға ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Ант етемін, ант етемін, ант етемін. Ант етемін, ант етемін, ант етемін. Мы, вступая в ряды организации «Жас ұлан», обещаем быть патриотами Республики Казахстан, уважать и почитать государственные символы, гордиться родным краем, землей, родиной. Уважать наших родителей, почитать старших и уважать младших. Преуспевать в учебе и честно трудиться. Вести здоровый образ жизни, быть образованным, энергичным, патриотичным, умным гражданином нашей независимой страны. Клянемся, клянемся, клянемся.
Клянемся, клянемся, клянемся. Клянемся, клянемся, клянемся. Дорогие ученики школы номер 1 города Учарал, от имени родителей нашей школы поздравляю вас с таким знаменательным днем, как принятие в ряды жасуланцев. Желаю вам достичь больших высот в получении знаний. Воспользуйтесь всеми условиями, созданными для вас нашим государством. Вы принимаетесь в ряды жасуланцев в такое нелегкое для нашей страны время, но это не должно вас огорчить. И мы, ваши родители, верим, что вы сможете в будущем изменить мир в лучшую сторону. Успехов вам в достижении поставленных целей. Мы верим в вас. Вы наше будущее. Thank you.